Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы географиялық модельдеу әдістері. Бүгінгі сабақтың мақсаты: сіздер географиялық модельдеу әдістерімен танысып, мәнін түсінесіздер. Сіздер осы уақытқа дейін географиялық модельдеу әдісімен танысқан болатынсыздар. Осы суретке қарасаңыздар, мысалы географиялық модельдерге глобус, карта жататынын сіздер осы уақытқа дейін әрине білдіңіздер. Ең бірінші біз модель дегеніміз не, модельдеу дегеніміз не екенін есімізге түсірейік. Модель дегеніміз нақты нысанның, құбылыстың, немесе үдерістің маңызды белгілері мен байланыстарын жалпылама түрде бейнелейтін жеңілдетілген үлгісі. Енді модельдеу дегеніміз не? Яғни ол модельді жасаудың немесе құрастырудың барлық кезеңдерін түгел қамтитын үдеріс. Модельдердің география ғылымындағы маңызы. Мысалы, географиядан өздеріңіз білесіздер, оның зерттеу нысандары өте үлкен болуы мүмкін. Мысалы, жер шарын алайық. Сондықтан да оның кішірейтілген бейнесін жасайды, яғни оның моделі глобус. Екіншіден, географияның кейбір зерттеу нысандары қолжетімді емес, немесе олар қазіргі кезде мүлдем жоқ болуы мүмкін. Сондықтан да балаларға, оқушыларға білім беруде оны біз модель арқылы түсіндіреміз. Мысалы, ол жердің ішкі құрылысы, яғни ол зерттеу нысанына қолжетімді емес, біз барып көзбен көре алмайтындығымыз белгілі. Сондықтан да оған модель жасалынады. Немесе, мысалы, ежелгі Пангея құрлығы, ол қазіргі кезде жоқ. Сондықтан да оның моделін жасаймыз. Үшіншіден, зерттелетін кейбір құбылыстар мен үдерістерді адам өзі тікелей бақылай алмайды. Мысалы, литосфералық тақталардың қозғалысы. Суретке қарасаңыздар, мысалы, конвергенция процесі көрсетілген бәрімізге белгілі. Ол бізде литосфералық тақталардың, материктік литосфералық тақталардың қозғалысы, яғни олар бір-біріне жақындаған кезде тау пайда болады. Міне осыны біз түсіндіру үшін оны модель түрінде сипаттап көрсетеміз. Келесі, географиялық нысан, құбылыс немесе үдеріс өте күрделі болуы мүмкін. Сондықтан да оны түсіну үшін біз оның барлық белгілері мен қасиеттерін, байланыстарын түгел көрсетпей, тек қана ең маңыздысын көрсете аламыз. Мысалы, жер қыртысындағы заттардың алмасуы. Бесіншіден, кейбір географиялық үдерістер, құбылыстар өте жылдам жүруі мүмкін. Мысалы, жер сілкінісі. Сондықтан да біз оны балаға, оқушыға түсіндіру үшін оның баяулатылған моделін жасай аламыз. Алтыншыдан, кейбір географиялық үдеріс немесе құбылыс мүлдем баяу жүруі мүмкін. Сондықтан да оның біз жылдамдатылған моделін құрастырамыз. Мысалы, үгілу процесі. Үгілу бізде жел арқылы, су арқылы және температуралардың алмасу арқылы жүретінін білеміз. Және оған өте көп уақыт кетеді. Яғни бұл баяу жүретін процесс. Оны біз жылдамдатылған моделін жасауға болады. Географиялық модельдеудің ғылыми міндеттері. Геожүйелердің және оның жекелеген элементтерін динамикасын зерттеу, геожүйелердің құрылымы мен байланыстарын зерттеу, табиғи аумақтық және шаруашылық жүйелерінің аса маңызды қасиеттерін зерттеу. Төртіншіден, геожүйелердің әртүрлі факторлар әсерінен дамуы мен қызмет етуін зерделеу, табиғат пен қоғамның аумақтық ұйымдасу факторларын зерттеу және геожүйелердің дамуы мен өзгерістеріне болжам жасау. Келесі, географиялық аудандастыру және аумақтық жүйелерді топтастыру, геожүйелерді басқаруды ғылыми тұрғыдан негіздеу және табиғи жүйелерге антропогендік факторлардың ықпалының дәрежесін бағалау. Географияда модельдеу әдістерінің топтары 4 топқа бөлінеді. Бірінші заттық, екінші баламалық, таңбалық және логикалық. Логикалық модельдеу әдісі дегеніміз не? Яғни ол модель жасаудан бұрын адамның миында, ойлауында, құбылыс, нысан, үдеріс жөнінде пайда болатын процесс. Яғни ол өзінің ойында оны алдын ала елестетіп алады. Бұл бізде логикалық модельдеу әдісі. Келесі баламалық.
нысан мен құбылыстың қасиеттерін өте жақсы зерттелген, зерттеуге қолайлы, ұқсас балама негізінде көрсету. Заттық модельдеу, модельде нысанның физикалық, динамикалық, геометриялық барлық сипаттамалары белгіленеді. Және таңбалық зерттелетін нысан мен құбылыстың қасиеттерін таңбалар жиынтығы ретінде график, диаграмма, карта, сызба түрінде модельдеу. Келесі суретке назар аударамыз. Бұнда бізде заттық модельдеу белгіленген. Заттық модельдеуде жоғарыда атап өткендей, географиялық нысанның, құбылыстың динамикалық, геометриялық барлық қасиеттері сипатталады. Яғни заттық модель немесе материалдық модель деп айтуға болады. Бұған бізде тау жыныстарының үлгілері, топырақтың үлгілері, гербарий және бедерлі карта жатады. Келесі таңбалық модельдеу. Жоғарыда атап өткендей, таңбалық модельдеу дегеніміз географиялық нысанның қасиеттерін сызба, график, формула ретінде көрсету. Мысалы, мен суретте Қазақстан халқының жылдар бойынша өзгерісі көрсетілген, яғни бұл бізде диаграмма. Ол да таңбалық модельдеуге жатады екен. Келесі, жер қыртысындағы заттардың алмасуы блок сызбасы және темір кені қорларының таралуы диаграммасы. Яғни график, диаграмма, сызбалардың барлығы модельдеуге жатады. Енді өзіңізді тексеріп көріңіз. Модельдеу әдісінің географиядағы маңызы неде деп ойлайсыздар? Екінші, халық географиясында модельдеуді қалай пайдалануға болады? Және үшінші, Іле алатауындағы мұздықтар ауданының қысқаруын модель түрінде көрсетуге бола ма? Егер де модель түрінде көрсетуге болса, оған қандай мәліметтер қажет? Жақсылап ойланамыз. Жауабы. Модельдеу әдісінің географиядағы маңызы. Жоғарыда мен айтып өттім, бізде географияда зерттеу нысандары өте ірі. Мысалы, жер шарын алып көрелік. Сондықтан да оның глобус түрінде кішірейтілген моделі жасалынады. Және кейбір нысандар қолжетімсіз, немесе қазіргі кезде жоқ болуы мүмкін. Мен жоғарыда атап өткендей, мысалы, ол жердің ішкі құрылысы, немесе Пангея материгі. Және құбылыстар мен үдерістерді адамдар өздері тікелей бақылай алмайды. Және үдерістер өте күрделі болғандықтан олардың модельдерін жасау тиімді. Екінші сұрақ, халық географиясында модельдеу әдісін қалай пайдалануға болады? Жоғарыда мен айтып өткендей, мысалы, халықтың санының өсу диаграммасын жасауға болады. Кез келген мемлекеттің халқының діни құрамына дөңгелек диаграмма жасауға болады. Ауыл тұрғындары мен қала тұрғындарының санын салыстыру бойынша диаграмма жасауға болады. Және мысалы, сыртқы және ішкі көші-қон сальдосы бойынша картограмма жасауға болады. Бұның барлығы бізде модельдеу әдісіне жатады. Үшінші сұрақ, Іле алатауында мұздықтар ауданының қысқаруын әрине модель түрінде көрсетуге болады. Ол үшін бізге мұздықтар ауданы жөнінде мәліметтер керек. Сонымен, рефлексия. Бүгінгі сабақтың материалын қаншалықты ұққандарыңызды өздеріңіз болып ағашында белгіленіз. Үй тапсырмасы. Әрине, оқулықтағы тақырыпты бір оқып шолып өтеміз, және де белгілі бір құбылыстың немесе үдерістің моделін жасап көріңіз. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.